Сәлем достар, мен бүгін сіздермен ерекше бір оңай дастарханның сәнін келтіретін салатпен бөліскелі тұрмын. Ең алдымен цветной капусталарымызды суға салып 3-4 минуттай қайнатып аламыз. 3 минуттың өзі жеткілікті. Одан артық қайнатудың қажеті жоқ. Енді қайнаған капусталарымызды тарелкаға салып аламыз. Сосын барып жұмыртқаға батырып, қуырып алатын боламыз. Жұмыртқаға тұз салып жібердім. Енді жұмыртқаларымызды араластырып, капусталарымызды батырып, қуыратын боламыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ, екі шеті сәл ғана қызарса болды. Міне осылай қуырылған капусталарымызды тарелкаларымызға теріп аламыз. Енді салатымыздың қалған көкөністерін әдемілеп турап алатын боламыз. Мен 2 қызанақ, бір жаңағы қияр, сәбіз, бір болгарский, чеснок 3-4 және азғантай етті суға салып қайнатып алдым. Енді көкөністерімізді осылай ұзындау етіп турап табағымызға саламыз. Балық салдым, қызанақ салдым. Және сәбізімізді теркадан өткізіп, етімізді турап салып жібердім. Енді чесногым осы 3 бөлігіні майдалап салып жіберетін боламыз. Және дәмдеріңізге қарай әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен 2 қасық соя салдым. Ең алдымен бірінші қасығын салып алдым. Егер көбейіп бара жатса, екіншісini салудың қажеті жоқ. Енді осындай паприка салдым, 1 шай қасықта. Қара бұрыш салдым. Және 2 қасық жүгері салып жібердім. Ащы бұрыш салсаңыздар да болады. Енді 2 қасық оливковый маслоны құйып жібердім. Және тұз салдым. Тұзды өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Және азғантай тұз салып жібердім, аз болғаны үшін. Және 1 қасық соя салып жібердім. Енді осы дәмдеуіштердің барлығына салып алдық. Енді салатымыздың барлық жеріне араласқанша жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған салатымызды 1-2 сағаттай мұздатқышқа салып қойыңыздар, дәмі әдемі болып сіңіп тұрады. Салатымыз дайын болды. Мен тарелкаға сәндеу үшін руккола салып жібердім. Рукколаны салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Енді дайын болған салатымызды рукколаның үстінен салып алдық. Салатымыз дайын болды. Дәмі өте дәмді. Ерекше міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды.